Қайырлы күн, қайырлы кеш, құрметті оқушылар. Келесі сабақ бізде AutoCAD интерфейсімен танысу болады. Біз алдыңғы сабақта бір шолып өтетін болсақ, настройкасын жасадық, артқы фонын өзгерттік. Сонымен қатар мына жақта интерфейспен таныстық жалпылама, мына жердегі интерфейспен таныстық жалпылама. Енді мышкамыздың курсорын өзгерттік. Маған мышкамның курсорын кіші етіп жасап, жұмыс жасаған ыңғайлы болғандықтан, және де курсорымның түсі қара болған маған ыңғайлы болғандықтан мен қайтадан өзгертемін, және де бұның жетіге размерін жетіге өзгертіп қоямын. Применить басам, окей дейміз. Бізде алдыңғы сабақта мына жақта свойства болды. Бұны қазір мен келесі сабақта тағы да түсіндіріп өтетін боламын. Қазіргі таңда бізде жалпы интерфейспен таныстық алдыңғы сабақта. Бүгінгі сабақта біз осы интерфейстің әрбір жаңағы тақырыптарына тоқталатын боламыз. Мысалы, рисование, редактирование, аннотация, слои, блок, свойства және тағы да басқа. Бұл интерфейсті қолданбастан бұрын біз ең бірінші бізге керек функцияларды қосып алайық. Ол үшін жоғарғы жақ панельде вид деген панельге басамыз. Онда свойства деген бар. Осы свойства деген панелін біз қосып алуымыз керек. Кейбіреулеріңізде ол былай тұруы мүмкін. Кейбіреулеріңізде былай тұруы мүмкін. Бұны біз зафиксировать етуіміз керек. Бұл панельді зафиксировать ету үшін мына жақ бетінен ұстап, мышканың сол жақ бөлігімен басамыз да, батырмасын. Экранның мына шетіне әкеп қойсақ, өзі 4/3 болып шығады. Сол кезде мышканың батырмасын жібере саламыз. Өзі автоматты түрде зафиксировать етіледі. Және мынаның қалыңдығын өзгертуге болады, өзіңізге ыңғайлы етіп. Біз свойствамызды шығарып алдық. Бұны қазір мен кейінірек түсіндіретін боламын, не себепті екенін. Главныйға барамыз. Енді рисование деген вкладкамен танысайық. Алдыңғы сабақта біз жалпы отрезокпен біраз дүниелерді сызған болатынбыз. Отрезок дегеніміз не? Отрезок дегеніміз бұл бір-біріне бағынбайтын, бір-біріне қосылмайтын сызықтардың жиынтығы. Мен мысалы үзбей сызып жатырмын қазір. Так, escape'ті басамын. Енді қараңыз, мен әрбір сызықты жеке дара ғана қозғалта аламын. Жеке дара ғана бұл сызықтарды редактировать ете аламын. Ctrl-Z-ті басатын болсаңыз, артқа қайтады. Ctrl-S-ті басатын болсаңыз, копировать етіледі де. Ctrl-V-ні басатын болсаңыз, біз бұны ставить етеміз. Мысалы, нашық қойық. Яғни, отрезок деген бір-біріне бағынбайтын сызықтар. Бұны біз әртүрлі формалар жасаған уақытта, немесе өзімізге керек чертежді жасаған уақытта қолдана береміз. Ал полилиния. Полилиния дегеніміз біздің жалпы осы сызықтардың қосылған жиынтығы. Яғни, мына бізде отрезок болды, жанына сызып өтейін. Жоғарғы жағына сызайын. Үзбей сызып жатырмын. Ешқандай мышканы алмай, escape'ті баспай. Так, escape'ті басам. Енді қараңыз, мен отрезокте бір линияны таңдағанда жеке дара қай линияны таңдадым, тек сол линия ғана таңдалынды. Ал бұл кезде полилинияда біз кез келген линияны басып салсақ, барлық жаңағы сызған линияларымыз бірегей таңдалмады. Полилинияның отличиясы осында. Яғни, мен жобада, мысалы, план жасаған уақытта арнайы осы полилиния арқылы сызамын қабырғаларын. Осы полилиния арқылы қабырғаларын бүйтіп сызып шығамын. Сол уақытта менде жалпы осылай қабырға тұтастай сызылатын болады. Және кейін біз ортасына осындай заливка қойған кезде, бұл заливкамыз өте жақсы құйылатын болады. Ешқандай, өйткені кейде мысалы мынандай екі сызық бірікпей қалған жағдайда заливка құйылмауы мүмкін және ошибка беруі мүмкін.
міне осылай полилиния дегеніміз осы. Құрыққа